Бала махаббатың Айнұрды біз іздеп таптық. Сыныпта ол Б классында оқса, мен А классында бір сыныпта оқып, сол интернаттың нанын бірге бөлісіп жегенбіз. Біздің де алғашқы махаббатымыз солай басталды, Тоқтар екеуміздің. Екеуміз бірге республикалық олимпиадаларға бірге баратынбыз. Сол кезде біздің енді алғашқы махаббатымызды бүкіл мектеп білетін, бүкіл мұғалімдер, сонда Тоқтардың толассыз хаттары, толассыз әндері шығарған мұғалімдердің, мен сыныптастарымның барлығы маған арналған деп ойлайтын. Соның бірі, оқып берейін. Екі аққу ұшса қалықтап биік аспанға, ұша бер самғап, ешкімнен жаным жасқанба. Кетсең де жанып басқаға еріп қол беріп, сөзімді менің жанеркем жерге тастама. Оу десеңші. Қайдағы жайдағының... Бүгін студиямызда енді мұғалімдердің барлығы білет деді. Қайдағы жайдағының бәрін ескеп сөздік ау. отыр. Сіздің есіңізде ме сол Тоқтар мен Айнұрдың арасындағы роман? Қалай? Қалай? Жоқ, жаңа Бейбіт айтты ғой, біз бұл жағдайды көрсетпестен бұрын Бейбіттен сұрап алдық. Қызғанатын, жының келетін тұстар бола ма деп, жоқ, бәрі жақсы деді. Бәрін түсінем, түсінсушілік көзқараспен қараймын деді. Сондықтан Тоқтар енді осы жерде бір ақтарыш. бәрі неден қалай басталды деді. Иә. Бір айтшы бәрін бір. Қали апай құрыдық. Жаңа қарындасымыз сенің анау бала кезінде жазған Бұл енді шындықта өлеңдеріңді әлі ұстап жүр екен, сақтап. Адамнан жасырған шындықты Алладан жасырамайсың дейді ғой. Бұл енді алғашқы махаббат шын мәнінде. Айнұр Көбекова деген қыз Қызылорданың қызы болатын. Оны қарақат білуің керек сен бұл қызда. Мен білді, есіме түсті жаңа көргенде. Айтыскер болатын. Бірақ екеуің араларында махаббат бар екен, мен білмеппін, әлдемет. Бірақ енді керемет махаббат бар депті, екеуміз енді айтарлықтай қосылсасы біз ұзақ жүрген жоқпыз. Бірақ енді айту хат жазғаным рас, тік мінез, ер мінез болды да бұл қыз мінезі. Екеуміз жараспадық, соң кейін бұл өзі күйеуге тиді. Күйеуі қазір көріп масқара ажырасып кетіп жүрмесін. Мені қойшы, менің әйелім түсінеді, сенің күйеуің түсінбей